Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы алгебралық бөлшек және оның негізгі қасиеті. Бүгінгі сабақта қол жеткізетін оқу мақсатымыз алгебралық бөлшектерді танып білу және алгебралық бөлшектердегі айнымалардың мүмкін мәндер жиынын табу. Жалпы алгебралық бөлшек дегеніміз не? Алгебралық бөлшектер дегеніміз құрамында әріптер бар санды өрнектерді алгебралық бөлшектер деп атаймыз. Алгебралық бөлшектерге 3a плюс 16 1 бөлінген x плюс 2 x плюс y бөлінген x минус y өрнектері жатады. Алгебралық бөлшектер екіге бөлінеді: бүтін өрнектер және бөлшек рационал өрнектер. Бүтін өрнектерге 3a плюс 16 өрнегі жатса, ал бүтін рационал өрнектерге 1 бөлінген x плюс 2 өрнектері жатады. Бүтін өрнектерге мысалдар келтіретін болсақ, 3a плюс 16 өрнегінде a-ның мәні 0-ге тең болған кезде бұл өрнектің мәні 16-ға тең болады. Ал егер a-ның мәні 2-ге тең болғанда, онда өрнектің мағынасы 22-ге тең болады екен. Ал бөлшек рационал өрнектерге мысалдар келтіретін болса, 1 бөлінген x плюс 2 өрнегінде x-тің мәні минус 1-ге тең болса, өрнектің мағынасы 1-ге тең болады. Ал егер x-тің мәні минус 2-ге тең болса, онда бұл бөлшектің мағынасы жоқ. Енді мүмкін мәндер жиыны дегеніміз не? Соған тоқталатын болсақ, өрнектегі мағынасы бар болатындай оның құрамындағы айнымалардың барлық мәндер жиынын осы өрнектің мүмкін мәндер жиыны деп атаймыз. Мысалы, a плюс 1 бөлінген a өрнегінің a-ның мәні 0-ге тең болғанда мағынасы жоқ. Ал a-ның өзге мәндерінде бұл өрнектің мағынасы бар. Тағы да мысалдар келтіретін болсақ, бірінші, a квадрат минус 3 өрнегі кез келген a үшін анықталады, яғни оның мүмкін мәндер жиыны минус шексіздік пен плюс шексіздік аралығындағы барлық нақты сандар жиынын құрайды екен. Ал екінші мысалда 5 бөлінген a минус 3 өрнегінде a-ның мәні 0-ге тең болмауы керек. Оның мүмкін мәндер жиыны минус шексіздік пен 0 және 0 мен плюс шексіздік аралығын қамтиды. Ал үшінші мысалда 5 бөлінген a минус 2 минус 3 өрнегінің мағынасында a-ның мәні плюс 2-ге тең болмау керек. Яғни оның мүмкін мәндер жиыны минус шексіздік пен 2 және 2 мен плюс шексіздіктер аралығын қамтиды. Енді бүгінгі тақырып бойынша бірінші тапсырма: берілген өрнектер алгебралық бөлшек бола ала ма? Бірінші өрнек: y-тің 6 дәрежесі бөлінген 7s куб. Бұл алгебралық бөлшек бола алады. Екінші: m-ның 4 дәрежесі бөлінген 4. Бұл алгебралық бөлшек бола алмайды. f қосылған g бөлінген 8 көбейтілген f минус g. Бұл алгебралық бөлшек бола алады. Ал төртінші өрнек: y минус 7-ның 4 дәрежесі бөлінген 81 алгебралық бөлшек бола алмайды. Ал бесінші: минус 5-дің 3 дәрежесі бөлінген 3x квадрат көбейтілген y квадрат. Бұл алгебралық бөлшек бола алады. Енді мүмкін мәндер жиыны немесе екінші тапсырмада a-ның қандай мәндерінде бөлшек 0-ге тең болатынын анықтайтын болсақ, бірінші өрнекте a минус 5 бөлінген 2-де a-ның мәні 5-ге тең болғанда бөлшек 0-ге тең болады. Екінші: 12 минус 4a бөлінген a-да a-ның мәні 3-ге тең болған кезде өрнек 0-ге тең болады. Ал үшінші өрнекте 1 және минус 2-ге тең болғанда бөлшектің мәні 0-ге тең болады екен. Ал енді балалар, мүмкін мәндер жиынына тест тапсырмасын орындайық. Бірінші тестте мүмкін болатын мәндер жиынын анықта дейді. Берілген өрнек 3 минус a бөлінген a көбейтілген b. Бұл тесттің жауабы төртінші нұсқа, яғни a минус шексіздік пен 0, 0 мен плюс шексіздік және b минус шексіздік пен 0, 0 мен плюс шексіздік аралығында сандарды қамтиды. Екінші тест тапсырмасы: y-тің қандай мәндерінде бөлшек 0-ге тең болады? Берілген өрнек y бөлінген 15 минус y. Бұл тесттің жауабы, яғни екінші нұсқа, y-тің мәні 0-ге тең болғанда бөлшек 0-ге тең болады. Ал енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша сабақты бекіту тапсырмасы сіздерге сұрақ беріледі. Алгебралық өрнектер дегеніміз не? Алгебралық өрнектердің түрлерін ата және мүмкін мәндер жиыны дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар. Бүгінге біздің өткен тақырыбымыз барлықтарыңызға түсінікті болса, үйге тапсырма 6-та үшінші есеп, яғни бөлшектің мағынасы болатын болмайтын анықтап келу. Сау болыңыздар, оқушылар.